Хандар аманаты. 17 ғасыр. 1598 жылы Түркістан қаласы Қазақ хандығының астанасы деп жарияланды. 1627 жылы Тұрсын хан өлтірілді. 1643 жылы Орбұлақ шайқасы болды. 1652 жылы Жәңгір хан жау оғынан қайтыс болды. 1683 жылы Төлеу батыр ерлікпен қаза тапты. 1680 жылы Тәуке хан билікке келді. 1697 жылдан бастап қазақ-жоңғар қатынастары шиеленісіп кетті. Есім ханның кезінде қазақ хандығы өте күшейген кез болды дедік. Жаңағы бұрынғы Қасым ханның кезіндегі шекараның, этникалық территорияның қалыптасуы осы жағы Тәуекел ханның жорығы нәтижесінде Есім ханның заңдастыруымен аяқталады. 17 ғасыр толығыменен қазақ жерін сыртқы жаулардан қорғау, оның ішінде шығыстан келген қалмақтардан қорғау болды. Қалмақтармен күрес ғасыр деуге болады. 17 ғасырдың ортасы мысып ары қарай заманды. Есім хан өте қатал адам болған. Мына жоңғармен қалмақпен соғысты алғаш бастаған сол. Сонда Есім хан алғаш келген мынау Шыңжаң өлкесінде, мына Тарбағатай өлкесінде құрылады ғой Есім хан ұсында, жоңғар хандығы. Сонда құрылғанда ең алғаш рет жоңғардың бетін қайтарған, қазаққа бостандыққа түсірген. Орта Азияда билікке келген Аштарханилер әулеті қазақ хандығын мойындады. Мойындап қана қоймай, санасуға, татулық келісім шарт жасасуға мәжбүр болды. Бірақ 1611 жылдан бастап жағдай өзгере бастайды. Өйткені осы кезде Аштарханилік әулеттің ең атақты билеушісі Имам Кули хан таққа келген болатын. Ол өзінің солтүстік көршісінің беделінен қатты қаймықты. Сол себепті қазақ хандығын іштей ыдырату үшін әртүрлі айла тәсіл қолданып бақты. Оның ең бір нәтижелі болған тәсілі Ташкент пен Түркістан арасындағы жағдайды ушықтыру болды. Бұл кезде Ташкентте билеуші болып Тұрсын Мұхаммед хан дейтін отырды. Бұл да қазақ сұлтандарының бірі, тіпті кейбір кезде бұның шығу тегін толық анықтай алмай жатыр. Әртүрлі версиялар айтады. Соңғы бір шыққан болжамдардың бірі кімнің жағы? Жалым сұлтанның ұлы дейді. Жалым, Жол Мұхаммед, Жолым дейді. Бұл кезінде, Хақназар ханның кезінде Шығай сұлтан, Жалым сұлтан дейтін екеуі жиі айтылатын тұлға. Біреулер Жалым сұлтанды Хақназардың баласы дейді, біреулер тіпті бұны кімнен жаңағы Қасым ханнан таратады. Бірақ әртүрлі бір қазақ сұлтан екені белгілі. Сол міне Тұрсын Мұхаммед Ташкентте келді. Ары қарай енді Имам Кулидің ойы Ташкентті көтеру, Тұрсын Мұхаммедті көтеру. Сөйтіп оны көтеріп, оны күшейтті. Мақсаты Түркістандағы Есім ханға айдап салу болды. Және ол мақсатына жетті де. Хандар аманаты. Хандар аманаты. Ал енді Есім ханның тұсында мына кімді, мына Ташкентке бек қойған өзінің туысқаны Тұрсын хан. Тұрсын Мұхаммед хан дейді толығы. Бұл жоңғарға қарсы соғыс жүргенде қалмақтарға қарсы. Жаңағы Түркістанды шауыпты келіп, өз алдына дербес қамын мен Есімге қарамаймын деп. Сонда Есім хан қайтып келсе, жаңағы ел ішінде біреу жаңағы Тұрсынның соңында жүр, біреу басқаның соңында жүр. Тұрсын хан өте қаһарлы, қайратты, айтқанынан қайтпайтын адам болған деседі.
Тіпті ол Ташкент аймағында өз атынан ақша шығарып, өзін хан деп жариялады. Имам Кули хан оны қолпаштап отырды. Нәтижесінде Есім хан мен Тұрсын ханның арасынан ала мысық жүгіріп өтіп, ақыры Түркістан мен Ташкент қақтығысып тынды. Қандай жағдайда қалай болғаны тарихи шығармаларда бейнеленбеген, бірақ Есім ханның орнына бұл жерде Тұрсын хан қазақ ханы болып сайланды деп айтылады. Шамамен алғанда сол 1616-17 жылдары осы қақтығыс ушыға келе Есім хан қазақ даласынан кетуге мәжбүр болады. Сол менің ойымша азаматтық соғысқа барғысы келмеді, одан да Шығыс Түркістанға кетуді жөн қалаған. Және өзімен бірге өзінің қолдайтын кейбір сұлтандармен бірге. Сол 16-17 ғасырдың сол алғашқы 2-ші 10 жылдығында ол жақта да қатты нағылып жатыр. Ушығып кеткен, соғыстар жүріп жатыр. Осы күреске Есім хан араласады. Осы кезде Тұрсын ресми хан болып, бүкіл қазаққа әмірін жүргізіп тұрды. Қалай болғаны белгісіз, бұған дейін араз болған Есім екеуінің арасындағы жағдай да сәл-пәл жақсарып, 1624-25 жылдары Есім хан қазақ жеріне қайтып оралады. Бұл туралы тарихи жазбалар бар. Тұрсын ханның жүргізген соғыстарына қатысады. Мысалы, ол Моғолстанда, Моғолияда болған кезінде де, содан кейін Тұрсын ханның маңайында болған кезде 700 жерінде қалмақтармен көп соғысқан. Қалмақтардың өзі ойраттаттарды айтады, Тұрсын хан осы кезде қатты күшті еді. Есім хан қалмақтар ойраттарға бір жорыққа кеткен кезінде екеуі енді ары қарай налғын бұлай. Енді міне ұрыспаймыз, керіспаймыз, соғыспаймыз деп бір-біріне ант ішкен. Ал Есім ханның бір жоңғары қалмақтарға кеткен жорығында Тұрсын хан антын бұзып, Түркістанды басып алады. Түркістанға басып кіреді де әскермен келіп, Есім ханның бүкіл семьясын, отбасын тұтқындап алып кеткен екен Ташкентке. Еңсегей бойлы ересім дейді, өзінің тұлғасы да өте батыр тұлғалы. Еңсегей деп біз мына ұзын бойлы кесек адамдарды еңсегей бойлы ересім дейді деп атақ алған өзі халықтан. Ей қатағанның қан тұрсын, кім арамды ан тұрсын, жазықсыз елді еңіретіп, жер тәңірісіп жатырсың, алтын тақта жатсаң да ажалы жеткен пақырсың. Еңсегей бойлы ересім, есігіңе келіп тұр, алғалы тұр жаныңды, шашқалы тұр қаныңды. Бұл Есім ханның қолбасшыларының бірі болған Марғасқа жыраудың 1627 жыл айтқан жорық жыр еді. Бір кезде дос болған Есім хан мен Тұрсын ханның арасы билікке талас жолында шиеленісіп кетті. Нәтижесінде Түркістан мен Ташкенттің арасында сансыз жорық алмасулар, төгілген жас, алынған бас. Шында да сөрді Тұрсын ханның басын алады. Қиын болады. Тұрсын ханның соңына ерген ұрулардың өзін жазалайды. Бүлікшілер деп. Әсіресе міне Қатаған дейтін ұру. Сол Ташкент маңайындағы. Сол Тұрсын ханның соңынан ілесіп, бір жағы қорыққаннан ілесіп пе, қазақ хандығынан бөлінеміз деген үшін көбін таратып береді бір жұртқа. Содан Қатағанның мыңдаған шаңырағы үркіп Шыңжаңға барған екен. Шыңжаңның Ақсу деген жеріне. Жазалау жағынан өте қатал адам болған, қылышынан қан тамған. Бұл шамамен сол 27-28 жылдардың шамасы Ташкент аттанып, Ташкентінде соғыс болады. Тұрсын хан жеңіледі, ары қарай Тұрсын ханды өзінің
жағы көмекшілері, жақтастары ұстап беріп өлтірген екен. Хандар аманаты. Хандар аманаты. 627 жылдар шамасында Есім хан қайтадан қазақ ханы болып сайланады. Бірақ оның билігі ұзаққа созылмады. 1628 жылдың күзінде ол қайтыс болып Түркістанда жерленді. Осы кезеңдегі үлкен бір оқиға ол Есім ханның жаңадан заңдар жинағын шығаруы. Ол біздің тарихқа Есім ханның ескі жол деген атпен кірді. Бұл да қазақ хандығының ішкі тұрақтылығын нығайтуға бағытталған іс-шара болды. Одан кейінгі тарих қазақта енді алғашқы жоңғарлармен қақтығыстар, шайқастар кезеңі. Қазір біздің тарихымызда бір нәрсе айтылмай жүр, ол Жәңгір ханға байланысты. Жәңгір ханның билік құрған кезін Есім ханнан кейін болған дейді. Жоқ, қазіргі кезде соңғы бір 10 шақты жылдың ол жағында дәлелденіп жатыр. Есім хан қайтыс болғаннан кейін оның ұлдарының бірі үлкені Жәнібек деген жігіт сұлтан хан болады. Қазақтаған отырған екен. Ал Жәңгір оның інісі. Қазақ жоңғар қатынасында алғаш қақтығыс 1635 жыл болған екен. Бұл 35 жыл жоңғар мемлекетінің құрылған жылы. Сол жылы Батыр Қонтайшы қазаққа жорыққа аттанады. Тонаушылық сипатта. Сол жылы қазақтар жанында бұяққа жоңғарға аттанады. Бірақ жорықтың нақты қай жерде болған белгісіз шайқастың. Бірақ деректерде қазақтар жағы жеңіліс табады. Онымен қоймай, қазақ сұлтаны Жәңгір тұтқынға түседі. Тұтқынға алынады. Бірақ өлтірілмейді. Кейіннен Жәңгір сұлтан қазақтар қайтарылады. Жағы қайтарылмайды. Сол жақ қалмақтан қыз алып қайтады. Сонда қалмақта қыз алып қайтады, одан атақты Тәуке хан туады. Бірақ та Батыр Қонтайшы өзінің жаулап алуына қайтпайды. Тонаушылық соғыстарынан. Кезекті бір шайқас 1643 жыл болған екен. Бұл біздің тарихта Орбұлақ шайқасы деп аталады. Олар Алатау қырғыздарын бағындырып, 10 мыңдай адамды тұтқынға алып, қазақ даласына жылжып келе жатады. Осындай хабарды алған Жәңгір хан Іле Алатауының бойындағы Орбұлақ деген жерде Жәңгір басқарған 600 қазақ жасағы жоңғар әскеріне тойтарыс береді. 50 мың әскерге. Бұл енді Жәңгір ханның әскер басылық талантын көрсетеді. Хандар аманаты. Хандар аманаты. Енді ары қарай Жәңгір хан билікке келгеннен кейін бірден жоңғар тарапынан болатын қауіпті біліп, енді ол мұсылмандық түркітілдес халықтардың одағын құруға тырысады. Азғантай жылдың ішінде сонда ұлы Тәуке жап-жас жігіт, бір сол 46-47 жыл, ол бір 15-ке толмаған кезде Аппақ деген ұлын, содан кейін Тәуке деген ұлын бірнеше рет неге жібереді? Шығыс Түркістанға елшілікке. Әрине түсінікті, бұнда қандай елшілік не үшін? Яғни жоңғарларға қарсы бірігіп күресу, бірігіп қорғану. Орта Азияда бұл кезде Жалаңтөс Бақадыр кәдімгідей жағы бүкіл Аштарханилық әулеті арасында үлкен беделге. Олар қазақ хандарынан қыз алып, қыз берісіп отыр. Және Жалаңтөс Бақадыр Аштарханилық әулеттің жас өкілдеріне аталық болып отқан. Осындай жағдайда ол екі ортаға дәнекер болып, қазақ хандығы мен Аштарханилық әулет арасында қарым-қатынасты реттестіріп отырды. Бұның бәрін жоңғарлар көріп отырды. Сөйтіп 1643 жылы ойсырай жеңілген Батыр Қонтайшы ұзақ уақыт қазақтарға соғыс ашуға бата алмады. Бірақ ол әбден дайындалып алып, 1652 жылы қазақ даласына жойқын жорығын бастайды. Сол соғыста Жәңгір хан қаза табады. Жәңгір ханды өлтірген Галдан дейтін 17 жасар жігіт. Деректерде айтылады. Сонда деректерде Галдан дейтін Батыр Қонтайшының ұлы бар. Көп дерек қателесіп осыны Галдан өлтірді дейді.
жекпе-жекте. Ол енді ақылға сыймайтын нәрсе. Қазақтың ешбір қаны жорық майданда жекпе-жекке шықпайды. Батырлар қайда? Негізінен жекпе-жек батырлардың ісі. Хан бәрін басқарып отырады. Бірақ батыр қонтайшы баяғы 43 жылғы жеңілісінен кегін алу үшін тапсырма берген болу керек. Қалай болса олай болсын Жәңгір хан өлтірілу керек. Әрине бұндай кезде не бар? Тығылып барып, ретін тауып, бұқпаланып барып, немесе жасырын киініп барып, әртүрлі жолмен әйтеуір өлтірген. Бірақ жекпе-жекте емес. Міне сөйтіп Жәңгір хан қаза табады, сүйегі Түркістанға келіп жерленеді. Келесі жылы батыр қонтайшы қайтыс болады. Тәуке 1680-нен бастап хан ретінде көріне бастайды. Тәуке ханның қайсыл билікке келген нақты белгісіз. Біреулер 1680-нен бастайды, біреулер Жәңгір қайтыс болған 1652 жылдан бірақ бастайды. Бірақ Тәуке 1660 жылдарда хан болғаны анық. Өйткені Иран шахтарының Тәукеге жазған хаттар анықталған. 1661-62 жылдар жазылған Тәукеге хат бар. Ал енді 80 жылдан бастап Тәукенің хан болуымен бізді қайтадан ұлы хан ретінде қалыптасады мемлекеттік жүйе. Қайтадан қалыпты өмір сүре бастайды. Бұл Тәукен жаңадан билікке келген кезі. Ал дәл осы жылдары керісінше жоңғар күшейе бастайды. Жоңғарлар өз астанасын Ертістен Ленің маңайына дейін алып келді. Осы Ле, Талас бөлігінде жоңғар ру тайпалары көшіп жүрді осы кездерде, осы жерді басып алып. Жетісудың бірталай бөлігі жоңғарлардың қол астына өтіп кетті осы кезеңде. Кейбір қазақтың ру тайпалары жоңғарлардың билігін мойындауға мәжбүр болды. Шектің атақты батыры Тілеу батыр Айтұлы бір дерек бойынша 16 мың, бір деректе бойынша 17 мың әскермен келіп, Сайрамда Галдан Бошақтауға соғысқан екен. Бірақ Тілеу батыр қайтыс болды, қаза тапты. Ұлы Жолдаяқ батыр ол да қаза тапты. Талайлар өлді. Кейіннен Тілеу батыр мен Жолдаяқ батырдың сүйегі Түркістанға әкелініп, арулап, кәдімгі батырлар сияқты жерленеді. Әлі күнге дейін оның құттасы неде? Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің жанында. Ал одан кейін Галдан Бошақтаудың өзі Қытаймен болған, Цин империясымен болған соғыстарда қаза табады. Өзін өзі өлтіреді ғой, әбден нағылып бар. Ол 1697 жыл. Хандар аманаты. Жоңғар мемлекетінің тағына Сыбан Раптан келеді. Қалдан Серен өлген соң, Қытайлар шығыс Монғолияны түгелімен жаулап алған болатын. Сыбан Раптанға жаңа жер керек болды. Енді қазақ-жоңғар соғысының сипаты өзгерді. Бұрынғыдай тонаушылық емес, қара жерді қанға бөктірген басқыншылық соғыстар басталады. Осылайша 17 ғасырдың соңында жоңғарлар қазақ жеріне дендеп кіре бастады. ғасырдың аяғына таман Тәукенің күшейгенін байқаймыз. Ол айтады, 80 мың әскерім бар деп. Содан кейін оның қол астында 30-ға тарта қалалар болды дейді. Кей кезеңдерде енді ол қалаларды жоңғарлар кейбіреулерін қадап, Сайрам, басқа да біраз қалаларын жоңғарлар басып нетті, тартып алды. Бірақ Тәуке олармен қарсы жақсы соғыстар жүргізді. Тәуке ханның орыс мемлекетімен үлкен елшілер алмасқанын білеміз. Сонымен қатар Моғол мемлекетімен елшілер алмасып отырған Тәуке. Ол деректерде айтылады. Және Тәуке ханның осы бір кезеңдегі басты үлкен бір маңызды іс-шаралардың бірі ол атақты жеті жарғысы. Бұл енді ғалымдардың пікірінше ойраттардың қабылдаған заңдар жинағы иқтисас. Соған жауап ретінде ұйымдастырылған шара сияқты. Жоңғар мемлекетін күшейткен
иқтисас заңдарын біліп, тәуке өз билерін жинап, мемлекетті нығайтуға бағытталған 7 жарғыны қабылдады.